Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметті бауырлар. Сіздерге бір хабарландыру айтқым келіп отыр. Алла қаласа 2020 жылғы 1 қазаннан, яғни 1 октябрьден бастап, мен өзімнің онлайн сабақтарымның екінші кезегін бастағалы отырмын. Сабақтар 3 түрлі топқа жүргізіледі. Біріншісі бастауыш деңгей. Әліпбеден бастап толыққанды сөйлеуге дейін, яғни 110 сабақ. Бұл деңгейде сабақтар «Қош келдің араб тілі» деген менің 3 томдық кітабының негізінде жүргізіледі. Екінші деңгей бұл тереңдетілген деңгей. Араб тілінің грамматикасы оқытылады. Бұл жерде ең алдымен Аджур-Румия кітабы, одан кейін Мухадарат фи илми сарф кітабы, одан кейін Мабдал қирааттың 3 бөлімі түгел оқытылады. Одан кейін ары қарай шәкірттердің өздерінің қалауына сай Қатрун нада кітабы, Ад-Дурусун нахвия сияқты грамматикалық кітаптар өтіледі. Және үшінші деңгей бұл аударма өнері. Көбіне саяси терминдерді, саяси мәтіндерді аударуға үйренеміз. Бұл жерде Яковенконың «Арабский язык. Практический курс перевода» кітабы, Ибрагимовтың «Политика, социальные проблемы, экономика» сияқты кітаптары, және де Яковенконың «Учебное пособие по дипломатической переписке» сияқты кітаптары оқытылады. Курстар дайын видео күйінде беріледі, аптасына 2 рет өтіледі, немесе кейбір уақытта 3 рет өтілуі мүмкін. Сол күні дайын күйде видео беріледі, одан кейін кешкі уақытта сол өтілген видео бойынша Telegram немесе WhatsApp'та арнайы топ ашылып, сол жерде дәріс талқыланып пысықталады. Жазылу үшін осы видеоның астында берілетін номерге хабарлассаңыздар болады. Дәрістер видео күйінде қалай өтіледі деген сұрақ көзбен көрмегенше түсініксіз болуы мүмкін. Осыған орай, дәл қазіргі уақытта Аджур-Румия кітабы қалай оқытылып жатыр? Міне соған назар аударыңыздар. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, құрметті оқырман тыңдарман бауырларым. Бүгін Алла қаласа біз Аджур-Румия кітабы бойынша ең бірінші сабағымызды бастаймыз. Өткенде біз кіріспе дәрісінде кітаптың 14-ші бетімен тоқтаған болатынбыз. Енді содан ары қарай жалғастырамыз. Өткен дәрісте айтып кеткеніміздей, бұл кітап өз бойында 2 кітапты қамтиды. Ол түсіндірме және кітаптың мәтіні немесе өзегі. Мынау мәтін дегеніміз мынау сары түспен беріп қойдым сіздерге. Мынау кітаптың өзіне қоршалып көрсетіліп тұр. Осы бөлігі бұл мәтін, кітаптың өзегі. Бұны Ибн Аджуррум жазған. Ал енді мынау осы сарының астында үстінде тұрған мынау жазбалардың барлығы бұл түсіндірме. Бұны Мухаммад Мухиддин жазған. Ал-каламу хуа лафзул мураккабул муфиду бил вада дейді. Калам болу үшін 4 шарт орындалу керек. Наху ғалымдар үшін бір сөйлеміміз, калам, толымды сөйлем болу үшін оның 4 мынау шарты орындалу керек. Біріншісі ал-лафз. Ал-лафз. Лафз дегеніміз ол өз бойында 2 нәрсені қамтиды. Біріншіден ол саут, ол ауыздан шыққан дыбыс. Муштамилун аля бa'ди хуруфил хижаил араби. Араб алфавитіндегі кейбір әріптерді қамтыған дыбыс болу керек. Қайттан осы жерге мән беріңіздер. Араб алфавитіндегі кейбір әріптерден құралған дыбыс болу керек. Яғни қазақ тіліндегі әріптер немесе неміс тіліндегі әріптер емес, нақты араб тіліндегі кейбір әріптерден құралған ауыздан шыққан дыбыс болу керек. Міне осы 2 нәрсе орындалған кезде ғана ол арабша лафз деп аталады. Мысалы, зайдун бұл лафз. Өйткені бұл араб әріптерден құралған, және менің зайд деп аузыммен айтып тұрмын, міне дыбыс болып шығып тұр, демек бұл лафз. Немесе дайз, зайд деген сөзді керісінше оқыдым. Дайз дедім, бұлда да лафз. Оның мағынасы бар болсын, жоқ болсын бәрібір. Жалпы негізгі шарты ол ауыздан шыққан дыбыс болу керек және араб әріптерінен тұру керек. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, өткен дәрісте біз мен сіздерге бір таблицаны көрсеткен болатынмын. Мынау таблицаны, яғни бізде иғраптың түрлері 4-ке бөлінеді деп біз өттік өткен дәрісте. Рафа, насып, жар және жазым. Немесе аны біз хафт деп айттық. Және де осы таблицаны мен сіздерге көрсеттім. Бүгінгі дәрісімізде біз енді осы мынау рафтың барлық мынау белгілерімен танысамыз, қайсымен қалай келетінін көреміз. Содан кейін, яғни келесі сабақтарда біз уже насыпты, жарды, жазымды естіп аламыз, иә. То есть біз бүгінгі оқитын, кітаптан оқитын жеріміз өте үлкен, сол себепті сіздерге мен жақсылап дайындалып отырыңыздар деп айтам. Өйткені үлкен көлемді бір 10 шақты бет оқимыз, сонымен қатар үйдің тапсырмалары да өте көп. Сол үшін жақсылап бел буыңыздар. Ибн Аджуррум былай деп айтты дейді. Қала лиррафхи арбау аламатин. Рафхтың 4 түрі бар, 4 белгісі бар.
الضمة والواو والألف والنون. محمد محي الدين осы мәтіннің осы жерін түсіндіріп былай дейді: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة. Сөздің марфу болып тұрғандығын сіз біле аласыз. Біле аласыз қалай? بوجود علامة في آخرها من 4 علامات. 4 белгінің біреуінің сөздің соңында болу арқылы сіз сол сөздің марфу болып тұрғанын біле аласыз дейді. Яғни қандай да бір сөздің соңында осы мынау мәтінде айтылған осы 4 белгінің біреуін көрсеңіз, мынау соңында, онда сіз сол сөзді марфу деп айта аласыз дейді. Алхамдулиллахи ва кафа ва саламуху аля ибадихи аллазина астафа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, бүгін біз Аллах қаласа Аджрумия кітабы бойынша хафтың белгілері деген тақырыпты бастаймыз иншалла. Аламатул хафт. Өткен дәрістегі әдістерімізге сай біз ең алдымен менің әзірлеген парақтарым бойынша соны мен сіздерге түсіндіріп кетейін, содан кейін иншалла кітапты оқимыз. Өткен дәрістерде біз араб тіліндегі иғрабтың түрлерінің 4-ке бөлінетіндігін айтқан болатынбыз: рафъ, насб, хафт және жазм. Рафъ пен насб мына жерде қара түспен берілген, себебі бұл екеуі зат есімге де етістікке де кіреді, екеуіне ортақ. Және де сол себепті бұлардың белгілері көп болды бізде. Мысалы рафътың 4 белгісі бар деп, насбтың 5 белгісі бар деп біз жеке-жеке талдадық. Енді хафтқа келсек, етістіктерде хафт кездеспейді. Сол себепті мен бұны жасылмен беріп қойдым. Яғни бұл хафт тек қана зат есімдерге қатысты екендігін білдіру үшін. Ал енді жазымды көкпен берген себебім, жазым тек қана етістіктерде болады. Сол себепті бізде хафтың белгілері кішкене аздау болады, ал жазымның белгілері келесі сабақта өтеміз оны, ол тіпті аз. Хафтың негізгі белгісі бізде кәсра. Аламатуху аслия кәсра. То есть қалған бұдан өзге белгілердің барлығы осының наибі болып келеді. Кәсра сөздердің 3 түрінде сөздің махфут немесе мажрур екенінің белгісі болып келеді. Біріншісі исм муфрат мунсариф. Мунсариф дегеніміз тәнуин қабылдайтын зат есімдерде жекеше түрде тұрған тәнуин қабылдайтын сөздердің соңына кәсра келе алады жар жағдайында. Мысалы қараңыздар: сәлләмту, сәлем бердім мен кімге? Аля ар-ражул. Ар-ражул деген сөзіміз бізде аланың себебінен мажрур болып тұр. То есть аля оның соңына кәсра қойып тұр. Сол себепті біз иғраб жасаған кезде былай дейміз: ар-ражул мажрур би'ала, мажрур би'ала ва аламату жаррихи ал-кәсра ал-захира. Ал-фата, фата деген сөзіміз соңы алифке аяқталған. Біз айттық, алифке аяқталған сөздің соңында ешқай харакат көрінбейді деп айттық. Сол себепті мынау вау арқылы бұл мынау ражул деген сөзге маътуф болғандықтан біз былай дейміз: ал-фата маътуф ли ражул ва хуа мажрур ва аламату жаррихи ал-кәсра, мына жерде тұрған жасырын кәсра, ал-муқаддара мана'a мин зухуриха, ол жердегі кәсраның көрінуіне кедергі болған нәрсе ат-та'аззур. Не себепті? Себебі өйткені мынау алифке аяқталған. Одан кейін мына жақта вау бар, бізде вау тастап кеттім. Ва муаллимия, то есть мен мұсылмандарға және өзімнің мұғалімдеріме сәлем бердім деп тұр. Сонда ва муаллимия деген кезде муаллимия мажрур ва аламату жаррихи ал-я ниябатан анил кәсра ва хуа мудаф. Екінші я бізде мудаф илейхи. Қараңыздар, мына жерде устазайя деген кезде шаддалы яның алдындағы келген сөзіміз бізде фатхамен келген. Осы арқылы біз бұның екілік түрде тұрғанын білеміз. Егер де мынау шаддалы яның алдына кәсра келсе, онда ол көпше түр екенін біліңіздер. Көпше түрінде бізде сөз уна деп аяқталады, уна немесе ина деп аяқталады, иә? Муслимина немесе муслимуна. Егер де марфу жағдайында тұрса муслимуна болады, мажрур немесе мансуб жағдайында тұрса муслимина болады. Осыларға менің дегенді қосқан кезде қалай болады деген кезде біз айтамыз, екеуінде де бірдей аяқталады. То есть екеуінде де муаллимия деген сияқты аяқталады. Унаға қосылса да ия болады, инаға қосылса да ия болады. Бірдей жазылады, бірдей дыбысталады. Ал енді сұрақ туады, біз бұларды қалай ажыратамыз десе, біз бұларды контекстпен ғана ажыратамыз. Мысалы, жаа муаллимия десе, менің мұғалімдерім келді деп аударылады. Муаллимия. Раайту муаллимия, мұғалімдерімді көрдім. Сәлләмту аля муаллимия. Көрдіңіз бе? Үш жағдайдың үшеуінде де бірдей жазылады. Бірақ та бұл көпше түрде тұрған уна, ина деп аяқталатын сөздерге қосылған я, менің дегенді білдіріп тұр. Осы нәрсені есте ұстаңыздар. Өткен дәрістерде мен сіздерге бұл нәрсені көрсетпей кетіппін. Бұл жолы міне айтып тұрмын. Және де өткен дәрістерде қайталап бірден айтып тұрмын сіздерге. Екі бойында кемшілігі болуы себепті ол етістіктерге ұқсап тұр дейді. Түсіндіңіздер ғой, иә? Екі кемшілігі болуы себепті. Қандай екі кемшілігі? Мысалы айтайық, Ибрахим деген сөзді алыңыз. Адамның аты Ибрахим. Зат есімдердегі негізі олар накира болу керек. Белгісіз жағдайда болу керек. Ол исм джинс болу керек. Ол не затты білдіріп тұру керек, не мағынаны білдіріп тұру керек. Ол арабша болу керек. Ол ертегінде болу керек. Ол жекеше болу керек. Ол 2-3 сөзден құралмаған жалғыз сөз болу керек.
ол артық әріптері жоқ муджаррад сөз болу керек, және де ол зат есімді білдіріп тұру керек деген сияқты. Енді мына Ибрахим деген сөзге қараңыз. Ибрахим алам болғандықтан ол уже марифа болып кетті. То есть мына накира деген асылдан бір рет шығып кетті. Кешірдік, жарайды, Ибрахимун бола берсен, пока біз бірақ қана кемшілігің бар ғой деп тиіспей тұрған едік. Бір кезде ол не болып кетті? Арабидан шығып аджами болып кетті, шетелдік ат болып кетті. Болды. Сенің осындай екі кемшілігің үшін сен мына етістікке ұқсайсың, сен зат есім емессің, сенің тәнуинді алып қоямыз дейді, тәнуин алып тастайды. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Бүгін біз Аллах қаласа Аджрумия кітабы бойынша 11-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің дәрісіміз Бабул Аф'ал деп аталады. Кітапты оқымас бұрын мен өзімнің дайындаған парақтарым бойынша сіздерге осы кітаптың мазмұнын жақсылап түсіндіріп кетейін. Содан кейін Алла қаласа кітапты жеңіл оқып шығамыз иншалла. Өткен дәрістерде біз араб тіліндегі сөздердің барлығы үшке бөлінетіндігін өттік. Харф, фиал, исм деп, үшке. Мен мына исмді соңына қойған себебім, өйткені бұл муарабат, біз бұл туралы кейін толығымен тоқтаймыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мына харф туралы біраз айтып кетеміз, содан кейін мына фиал туралы осы етістіктер тарауы, осыны толығымен талдап шығамыз біз иншалла. Харф дегеніміз өткен дәрістерде біз айтқанымыздай өздігінен тұрып ешқандай мағына бермейді. Ол тек қана зат есіммен немесе етістікпен келген кезде ғана мағынасы шығатын күңгірт көмек сөздер деп айттық. Енді араб ғалымдары, араб тілінің ғалымдары осы харфтарды әртүрлі қырынан қарап әртүрлі бөледі. Мысалы, әріп саны тұрғысынан харфтар, жаңағы 80 сөз, біздің жалпы айтқан 80 сөз, олар 5-ке бөлінеді. Бір әріпті харфтар, 2 әріпті, 3 әріпті, 4 әріпті және 5 әріпті харфтар болып бөлінеді. Бұл тек қана жаңағыдай харфтардың, яғни көмек сөздердің құрылымы жағынан. Нахуға бұның қатты ешқандай қажеті былайша айтқан кезде жоқ. Бұл жай ғана мәлімет үшін керек нәрсе. Харфтар туралы мен сіздерге өткен дәрістердің бірінде бір Әл-Жана әд-Дани фи хуруфил маани деген кітапты жүктеп берген болатынмын. Содан қарап харфтармен жеке-жеке таныссаңыздар болады. Біз бұл жерде жаңағы харфтарды ашып бүйтіп отырмаймыз, оны өздеріңіз оқып, әрбір әріпті өздеріңіз сол кітаптан оқып алсаңыздар болады. Біз жаңа айтқанымыздай харфтардың барлығы мәбни. Олар ең басында қалай сіздер жаттап аласыздар, ол сол қалпы өзгеріссіз қолданылады. Мысалы, катабту бил қалам. Мынау би деген харф қай жерде көрсеңізде өмір бақи ол би деп қолданылады. Сол себепті әл-бә харфу жар. Жаңағы жоғарыдағы классификация бойынша қарайтын болсақ, бә харфу жарлар тобына кіреді. Біз оны атап кетеміз. Одан кейін мәбниун алал кәсір. Харфтарды иғраб жасаған кезде харфтың ең соңғы харакатына қарай салсаңыздар жеткілікті. Соған мәбни деп айта бересіздер. Мысалы, би кәсірамен келіп тұр. Кә фатхамен келеді, ли кәсірамен келеді деген сияқты. Сол себепті мәбниун алал кәсір деп соңғы тұрған харакатқа қарап иғраб жасай бересіздер. Қазір төменде түсініктірек болады. Әл-бә харфу жар мәбниун алал кәсір. Ла махалла лаху минал и'раб. Өткен сабақта мен айтқандай, харфтар, өткен шақ етістіктері, жалпы мәбни етістіктер сөйлем ішінде алатын орны болмайды. Олардың сөйлем ішінде атқаратын қызметі болмайды. Сол себепті біз ла махалла лаху минал и'раб деген сөйлемді қосамыз. Мынау көкпен беріп қойған жерім, бұл негізі иғрапта айтылу керек, маңызды деген бөлігі. Жасылмен беріп қойғаным айтсаңыздар жақсы, айтпасаңыздар да болады деген сөз. Ал енді мына қоңырмен беріп қойғаным уахуа яхтасу бил асма амил деген мағынасы, бұл мүлдем қоспауға да болады. Бірақ өздеріңіз үшін қоссаңыздар болады. Уахуа яхтасу бил асма деген сөз, мынау би харфу жары тек қана зат есімдермен келеді деген сөз. Өйткені харфу жарлар бізде тек қана зат есіммен келеді. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин, набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті бауырлар. Бүгін біз Алла қаласа зат есімдердің сөйлемдер ішінде марфу жағдайында келетін орындардың біріншісі фаил бабымен танысамыз. Бабул фаил. Кітапты оқымас бұрын бірінші өзіміздің дайындаған парақтарға көшейік. Өткен дәрісте айтқанымыздай, араб тіліндегі сөздердің барлығы харф, фаил және исмге осылай үшке бөлінеді. Харф деген барлығы мәбни, олар төрт түрлі харакаттың төртеуінде де мәбни болуы мүмкін. Фаилдардың бұйрық райымен өткен шағы мәбни. Ал мударихтарында екі жағдайда екі нунға қосылған кезде ғана мәбни болады, яғни нун таукид немесе нун нисуаға. Қалған жағдайда олар муараб болады. Муараб болған кезде ол не марфу, не мансуб, не мәжзум болуы мүмкін деп айттық. Алдынан ешнәрсе келмесе марфу, алдынан 10 түрлі харфтың біреуі келсе мансуб, немесе 16 түрлі адаваттың біреуі келсе ол мәжзум болады дедік. Бізде зат есім қалды. Зат есімдің біз ең бірінші дәрістерде мәбни және муараб болып бөлінуі мүмкін деп айтқанбыз.
мәбни болады 9 түрлі сөздерде. Дамир, исм ишара, исм маусуля, исм шарт, исм истифхам деген сияқты. Сондай жағдайда олар мәбни болады. Қалған жағдайдың бәрінде олар му'раб болады. Зат есімдер му'раб болған кезде 3 түрлі болуы мүмкін. Не олар марфу болып даммамен келуі мүмкін, не олар мансуб немесе мәжрур болып келуі мүмкін. Марфу болып сөйлемнің ішінде зат есімдер 6 орында марфу болып келеді. Яғни даммамен иғрапталады немесе сол дамма сияқты белгілермен иғрапталады. 11 жағдайда мансуб болады және 2 жағдайда мәжрур болады деп айттық. Сонымен қатар мынандай тәуәбиғ деген тақырып бар деп айттық. Бұл осындай 4 түрлі сөздің түрі. Бұлар назармен келсе марфу болады, назармен келсе мансуб болады, назармен келсе мәжрур болады деп айттық, иә.